Сәлеметсіздер ме? Бүгін бухгалтерлік есеп негіздері пәнінен бухгалтерлік баланс туралы жалпы түсінікке анықтама беріп, актив пен пассив дегеніміз не, олардың өзара байланысы мен тепе-теңдігін қарастырып, тәжірибелік тапсырмалар орындаймыз. Баланс дегеніміз не? Баланс француз тілінде таразы, тепе-теңдік деген мағынаны білдіреді. Ал бухгалтерлік баланс дегеніміз кәсіпорынның белгілі бір кезеңнің басындағы не соңындағы қаржы шаруашылығы жағдайын ақшалай түрде жинақтап сипаттайтын бухгалтерлік есеп құжаты. Күн сайын кәсіпорын көптеген шаруашылық операцияларды жасайды. Нәтижелер тіркеледі және бұл процесс шаруашылық операцияларды тіркеу деп аталады. Содан кейін арнайы оқытылған адамдар бұл нәтижелерді белгілі бір жүйеге келтіріп жазады. Нәтижесінде есептілік пайда болады. Ол кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайды. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын көрсету кезеңінде туындайтын құжаттардың негізінде жүргізілетін соңғы кезең шешім қабылдау. Кәсіпорынның есеп беру тізімінде тұрған ең маңызды есептердің бірі ол баланс. Балансты екі жақты шкаф ретінде қарастырайық. Екі жақты шкаф екі бөліктен тұрады. Дәл сондай-ақ баланс екі бағаннан тұрады. Сол және оң. Тиісінше активтер бағаны және пассивтер бағаны. Біз қазір шкафты қандай да бір пайдалы ақпаратпен толтыруға тырысамыз. Іс-әрекет барысында біз шкафты толтыру принципімен ресурс қандай сөреде жатуға тиіс екенін түсінеміз. Сонымен біз түсінгендей, баланс бұл екі бөліктен тұратын кесте. Ол кәсіпорын активтерінің болуын және олардың шығу көздерін көрсетеді. Олардың шығу көздері бұл пассив. Актив бұл кәсіпорынның барлық қолда бар ресурстары. Ал пассив сол ресурстардың қайдан келгені, яғни көздері. Актив пен пассив ұғымы өте маңызды. Актив қолда бар ресурстар, оның қасиеті оның өз қалауыңыз бойынша бөлуге немесе басқаруға болады және одан пайда алуға болады. Пассив сол ресурстардың қайдан алған көзі. Оның қасиеті ол міндеттеме және оны орындау қажет. Жарғылық қордың салымы немесе қаржыландырудың басқа да көздері болып табылады. Актив пен пассив бір-бірімен байланысты. Мысалы, сату үшін қоймаға алмалар келіп түсті. Ол алмалар актив, ал алма үшін берешек қарыз ол пассив. Активтер құрамына ақшалай қаражаттар, дебиторлық берешек, инвестиция, тауарлы материалдық қорлар, негізгі құралдар, материалдық емес активтер және тағы да сол сияқтылары жатады. Активтер сіздің бақылауыңыздағы кез келген пайдалы ресурстар. Мысалы, жұмыс үстелі, компьютер, кассадағы ақша, қоймадағы тауарлар, шикізат пен материалдар. Егер біреу сізге ақша немесе материалдарды қоюға міндетті болса, бұл сіздің болашақ пайдаңыз. Бұл да сіздің активіңіз. Яғни, активтің екі негізгі қасиеттері бар. Кез келген түрдегі пайдалылық және сіздің бақылауыңызда болу. Яғни, бұл шын мәнінде сіздің активіңіз болу керек.
Пассив – бұл активтердің пайда болу көздері. Пассивті қалыптастырудың екі негізгі көзі бар. Бірінші көзі – кәсіпорынның меншікті капиталы, яғни сіздің бастапқы үлесіңіз, ал одан әрі табыс тапқан пайда. Басқа көзі қарыз қаражаты болып табылады. Мысалы, еңбекақы бойынша берешек, салық төлеу бойынша бюджет алдындағы берешек, банктегі несие немесе жеткізілген, бірақ төленбеген тауарлар үшін берешек жатады. Енді активтер мен пассивтердің өзара байланысы және бұл баланста қалай көрініс табатыны туралы айтамыз. Мысалы, банктен алынған несие баланс активінде есеп айырысу шотында ақша қаражаттар ретінде көрінсе, ал пассивте банк алдындағы қарызын қайтару бойынша берешекті көрсетеді. Екінші мысал, қоймаға төленбеген тауарлар келіп түскен кезде, баланс активінде қоймадағы тауарлар, ал пассивте сол тауарлар бойынша төленуге тиісті берешек туындайды. Сонымен, баланстың сол жағында кәсіпорынның барлық пайдалы ресурстары активке, ал оң жағында кәсіпорынның міндеттемелері мен капиталы пассивке жатады. Біздің шкафта, яғни баланстың тағы бір қызықты ерекшелігі бар. Актив әрқашан пассивке тең болады. Егер кәсіпорында бір зат бар болса, ол бір жерден алынды дегенді білдіреді. Бұл екі сан әрдайым бір-біріне тең болу керек. Алған білімдерді практикалық мысалдармен бекітейік. Мысалы, біз өз бизнесімізді ашып, жарғылық қорға $1000 салдық. Бізде баланс активінде, яғни есеп айырысу шотына $1000, ал пассивтің меншікті капитал бөлімінде $1000 сомасында жарғылық қордың қалыптасқаны туралы жазба жасаймыз. Бізде қарыз жоқ, ал актив пассивке тең. Тәжірибелік тапсырма. Біздің шкафта сөрелер пайда болғандықтан оларды толтырайық. Бізде жүк жеткізу үшін көлік, ғимарат, көлік майы, тауарлар, кассадағы ақша, үлеске салынған жарғылық қор, банктен алынған несие, қызметкерлерге еңбекақы және бюджетке төленуге тиіс салықтар бар. Алынған ақпараттар негізінде балансты дұрыс толтыру қажет. Бұл тапсырманы өз бетінше жасап көр. Өзіңді тексер. Тәжірибелік тапсырманың жауабы. Сол жақта активке жататындар жүк көлігі, ғимарат, көлік майы, тауарлар, кассадағы ақша. Оң жақта пассивке жататындар үлеске қосалынған жарғылық қор, банктен алынған несие, қызметкерлерге еңбекақы және бюджетке төленуге тиіс салықтар. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі берілген.
осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.